Қазақ қазақты қана құтқарады дейсіз. Ол бір жағынан дұрыс. Ал енді екінші жағынан қарасақ, логикаға байланысты, Қазір Украинада 500 мыңнан астам орыстың әскерлері. Ал жалпы Ресей әскерлері 1 миллион 200 мың адам. Енді басқа 700 мың әскерлері қайда? Анау Астрахань қаласында, батыс Қазақстан шекарасында Ресей мен Беларусь әскерлері қазір әскери учение жасап жатыр. Сосын Бурятияда, Дальневосточный округтарда, Забайкальеда Ресей әскерлері қазір әскери учение жасап тұр. Не үшін? Қандай себеппен осындай учение жасап тұр бүкіл жерінде? Украинада қазір Путин жеңіп қалады. Сосын саяси рейтингтары төмендейді. Рейтингтерді төмен болғанда Путин не жасайды? Путинге не керек? Өз халыққа анау победоносная, молниеносная победа керек болады. Содан соң ол не жасайды? Ең слабый, күші жоқ, әскери жоқ мемлекеттерге агрессия жасап, жерлерді жауып алу. Ол қандай мемлекеттер қазір? Ол Грузия мен Қазақстан. Қазақстан мен Ресей шекарасы, жалпы шекарасы, орта шекарасы 7,5 мың шақырым. Грузияда 3 миллион адам. Қазақстанда 19 миллион болса да, соның ішінде 4 миллион орыс, жалпы Путин жағына кететін адамдар. Сосын Қазақстан жағына, Қазақстанда мүмкін, егер осы соғыс басталса, кім қорғай алады? 88 мың әскери, қару әскери сана, бізде санасы, адамдар 88 мың. Енді ойландар, енді 700 мың Ресейдің әскерлері, 88 мың қазақтың әскерлері. Жарайды, сіз барасыз. Жалпы анау біздің нақты батырлар барады. Қаншама барады? 200 мың адам болса. Жарайды, 200 мың адам болса, 200 мың, 88 мың. Жалпы 300 мың адам қазақ болады. Ал оларда 700 мың. Керекті болса, Путин бүкіл мобилизация жасаса, 140 миллион Ресейдің тұрғындары 1-2 миллион жауынгерді бере салады. Қазақты қалай құтқара алады сосын? Логиканы, қазақтардың логиканы мен түсінбеймін. Логика. Бір анау Парижда отырған алаяқ, олигарх сөзбен бір рет қыртып, бізге ешқандай көмек керек жоқ, біз өзіміз ғана жасаймыз. Жаса алмаймыз біз. Күшіміз де жоқ, әскери қару да жоқ, жауынгерлер де жоқ. 100 мың болса, 300 мың болса жауынгер Қазақстанда, бүкіл жалпы, 6 миллион балалар бізде. 3 миллион зейнеткерлер бізде. Әйелдер ғана қанша миллион адам. Жауынгер бізде жоқ. Өкінішке орай. Қару да жоқ. Ол бәрі Назарбаевтың нәтижесі. Әскери жағдайын бәрін төмендетіп тастаған ғой осы. Жоңғар қалмақ. Әдейілеп дайындалды ғой. Дайындалып осы қазақ елді Ресейге тығып тастаған. Ол нақты жоңғардың саясаты болған. Қазақ ұлтын, қазақ жердің, қазақ мемлекеттің, қазақ тәуелсіздіктің жойыту. Мен оның айтқан сөздерінің есінде
после меня будет еще хуже деп. Бекер айтқан жоқ ол. Тоқаев ол Путиннің адамы. Ол Путинге ешқашан ештеңе айта алмайды. Анау ЛНР, ДНР мен қабылдамаймын, не признаю деп. Ол жай ғана сөз, көзбояушылық, өтірік ол. Егер осындай тәуелсіз болса, ол одақ, ОДКБ-ден шығар еді, Евразестен шығар еді. Қазір біздің Назарбаевтың банк жүйесінде, банктерде қаншама миллиард Ресей рубльдер жатыр, жай ғана 500 миллиард рубль жатыр. Ешкімге керек емес рубль, ағаш рубль. Ештеңе сатып ала алмайсың. Долларға да аудара алмайсың осы. Оны Тоқаев білмей ме? Оны Тоқаев біледі. Өкінішке орай, қазақты қазір құтқара алмайды. Көбі қазақтар сатқын кетет, қашып кетет. Мен де, сіз де қаламыз. Болды. 300 мың, жалпы 300 мың егер жиналсақ, ол өте дұрыс, жақсы болар еді. Бірақ 300 мың қазақ жауынгер болса да, қару жоқ бізде, қару. Немен, қалай құтқарамыз? Қалай? Кім береді сізге, маған қару кім береді? Пышақ керек, пышақпен соғысқа барасыз бе? Анау Калашник автоматпен Ресей жауынгер болса, немен құтқарасыз, қорғайсыз? Қазақты құтқара алады. Құтқара алмайды, өкінішке орай. Тек қана егер түркі халық бізге көмек жасаса, 80 миллион түркі халық, түрік халық, қарулар, байрақтары, танктердер, анау РСЗО, Химерс, М270, М270, егер НАТОның қару берсе, ал Түркия ол НАТОның мүшесі. Стратегиялық ой керек, ойы. Ал бос сөз, қазақты құтқара алады қазір, ол керек емес. Құтқара алмаймыз. Логикамен, оймен ойлау керек қой, оймен. Білмеймін, мен қазақтар қай оймен ойлайды.